Қыздар сәлем, бүгін сендерге ең оңай жасалатын рассольник субының рецебін ұсынамын. Жаз мезгіліне нағыз жеңіл тағамдардың бірі. Қажетті ингредиенттердің құрамын астына жазып кетемін. Негізі бізге ет, пияз, тұздалған қияр, картоп, сәбіз, перловка, сұйық май, рассол, тұз және томат қажет. Тұздалған қиярды, сәбізді және де пиязды осындай кішкентай төпішті етіп турап аламыз. Дәл видеодағыдай етіп, барлығын алдын ала турап дайындап аласыздар. Турап болған соң, сұйық май қосып, табада қуырып аласыздар. Табаға мне барлығын салдым. Сұйық май құйып үстіне, газды ақырына басасыздар. Және де барлығын жақсылап тұрып қуырасыздар. Орташа есеппен дайындалу уақыты 10-15 минут. Асықпай барлығын жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Жақсылап тұрып араластырып, қақпағын жауып қоямыз. 10-15 минут өткеннен кейін қақпағын ашып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Міне қарағандағыңыздай ол жақсылап тұрып қуырылды. Енді осыған томатымызды қосып, жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Енді рассолымызды қосатын уақыт келді. Осы жаңағы көкөністерімізге рассолымызды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Тағы да 1-10 минуттай бұқтырамыз. Міне қыздар, бір 10-15 минуттен кейін ол осындай болып, жақсы болып бұқтырылды. Енді газдың астын сөндіріп қойып қоямыз. Енді шамамен 3 литр су, 3-4 литр су, мен енді көз мөлшерімен алдым. Соған жаңағы етімізді жуып қосамыз. Судың температурасы қыздар күнделікті тамаққа қолданылатын су, салқын су. Соған жаңағы етімізді саламыз. Суымыздың қайнауын күтудің қажеті жоқ. Салқын суға осы етімізді қосамыз. Осы еттің үстіне бағанағы перловкамызды жуамыз. Қыздар, перловканы жуған кезде міндетті түрде 3-4 рет жуу керек. Жақсылап тұрып судың мөлдір болғанша дейін жуасыздар да. Осыған жаңағы етке қосып бұқтырамыз. Қыздар, міне ақырын газда менде шамамен 1 сағат 20 минуттай тұрды. Міне сорпа, жаңа судың бетіне еттің сорпасы шықты. Енді осыған мен бағанағы түрпішті етіп тураған картопымды қостым. Кейін осыған бағанағы дайындап қуырған біздің жаңа көкөністерімізді қостым. Енді бір тағы да 10-15 минуттай ұстаймын. Соныменен дайын болады. Міндетті түрде тұз қостым. Тұз қосу енді міндетті, дәміне қарай қосасыздар. Тұздан басқа жаңағы дәмдеуіштер қосқан жоқпын. Міне осылай қыздар, барлығы дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын, дайындап көріңіздер.